Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Жаңа Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Жаңақорған аграрлы-техникалық колледжінің мен колхозы перизат. Бүгінгі кезекті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз жарнама және оның түрлері. Сабақтың мақсаты білім алушыларға жарнаманың мәнімен, түрлерімен таныстыру, жаңа білім қалыптастыру, дағдыларын дамыту, өз бетінше дұрыс шешім қабылдауға және әрекет етуге үйрену. Сабақтың барысын төмендегі бөлімдерге бөлініп, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Үй жұмысын деңгейлік тапсырма арқылы сұрау, яғни берілген сұрақтары бойынша жауабын конспекті етіп жіберілген, тиісті бағаларын қойылып хабарладым. Жаңа сабақ бастамас бұрын миға шабуыл, яғни берілген әріптер бойынша экономикалық термин сөздіктерді табу, жазып жіберу. Жаңа сабақты түсіндіру кезеңі. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жарнама және оның түрлері. Жарнама француз тіліне рекламе, жар салым, тауарлардың қызмет көрсетудің тұтынушылардың тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама. Ең алғаш жарнама жұмысын 1841 жылы ағылшын азаматы Волни Пальмер ашты. Ең үлкен жарнамалық агенттіктің 19 ғасырда Джордж Ройл басқарды. Әлемнің әр түкпірінде жарнама жасаумен айналысатын арнайы компаниялар құрыла бастады. Баспаға басылған жарнамалар Англия, Франция 17 ғасырда пайда болды. Жарнама қазақ халқына да ежелден белгілі. Оның ауызша үлгілері фольклорлық әдебиетте жарлық шашу, жар салу ұғымдарымен берілген. Нарықтық экономиканың қанат жаюына орай Қазақстанда жарнамалық қызмет түрлері сан алуан болып дамуда. Жарнамаға қойылатын талаптары. Жарнама тұтынушыға бір жаңалық ашқандай әсер етуі қажет. Жарнама әділ болу керек. Орынсыз жасалған жарнама сенімді жоғалтады. Жарнама басқа фирмаларға қатысты әділ болып, өз тауарын мақтап, өзгенікін жамандамауы керек. Нені жарнамалауға болады? Белгілі бір тауарды, яғни тауардың сыртқы түрін, қасиетін, бағасын, артықшылығын, фирманы жарнамалауға болады, яғни қызметтің сипатын, көлемін, қызықтыратын жақтарын, сенімділігін. Идеяны жарнамалауға болады, яғни мүлікті сақтандыру, ақшаны акцияға салу. Қызметті жарнамалауға болады, көрме ұйымдастыру, төмендетілген бағамен сату. Жарнама түрлері: ақпараттық, яғни міндеттері, нарыққа жаңалық туралы немесе қолда бар тауардың жаңаша қолдануы туралы әңгімелеу, нарыққа бағаның өзгерген туралы ақпарат беру, тауар әрекетінің принциптерін түсіндіру, көрсетілген қызметті суреттеу, тұтынушы қауіпін сейілту немесе теріс түсінген түзету, фирманың бет-бейнесін қалыптастыру. Екінші түрі үгіттік, оның міндеті марканы жоғары бағалауды қалыптастыру, сөзді маркаға көшіруге көтермелеу, тұтынушының тауар қасиеттерін қолдануын өзгерту, тұтынушы сол затты сатып алу кейінге қалдырмауға сендіру, тұтынушыны жерді қабылдау қажеттілігіне сендіру. Еске салушы түрі. Оның міндеті тұтынушыға тауар оларға жақын арада қажет болып қалуы мүмкін екендігін ескерту, тұтынушыға тауарды қайдан сатып алуға болатынын ескерту, маусымаралық кезеңде тұтынушының тауарды есте сақтауына жол жеткізу, тауар туралы жоғары деңгейде хабардар болуын қолдап отыру. Жарнама беру формулалары, бейнеролик негізінде түсінік қалыптастыру. Яғни сіздерге бейнеролик жіберілді, соны көріп тамашаласаңыздар болады. Ой серкіту сәтіне де келіп жеттік, яғни тақырыпқа байланысты жұмбақтар берілді, оның шешімін тауып жекеме жіберсеңіздер болады. Екінші тапсырмада сөздіктермен жұмыс жасау, яғни берілген сөзге жарнама сөзіндегі әр әріптерге
экономикалық термин сөздіктер үш тілде анықтау. Шығармашылық жұмысында топқа біздің армандаған банк, яғни студенттер бірлесе отырып жаңа банк ашып, олардың қызметтерін таныстырады. Өтілген сабақты бекіту кезеңінде жеттік. Жаңа тақырып бойынша сұрақтар беріледі. Әр сұрақтың жауабын конспектте етіп, жекемен жіберсеңіздер болады. Терминдерді үш тілде кесте бойынша жастырылған сөздерді толықтыру. Кестені толықтырып жібересіздер. Жарнаманың түрлерімен және оны тарату құралдарымен танысу, түрлері және жарнама тарату құралдарын сәйкестендіру сөздерін жазып, кестені толықтырып жазыңыздар. Және тамашалаңыздар. Сабақты қорытындылау, бағалау, студенттердің жаңа сабақтан алған білімдерін бағалап, оларға хабардар етемін. Үйге тапсырма. Жарнама және оның түрлерін Блум таксономиясы арқылы меңгереміз. Келесі тапсырма: өз мамандықтарыңа байланысты салынған суреттерін жарнамалап қорғау. Және қосымша әдебиет ретінде екі әдебиетті ұсындым және интернет ресурсты пайдалана отырып жазасыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.